Ассалаумағалейкум аса қадірлі көрермен. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты, шелектеріңіз сөкті, көңілдеріңіз көрікті, қыздарымыз рамалды. Жігіттеріміз бөрікті болсын, мереке құтты болсын. Сен алып тұрсың? Мен де амандаспаймын. Жоқ, сен жай қасымда шейін просто фон болсын деп алып шықтың сені. Әтті сенің керегің шамалында жүрді. Ешкім сені сағынып бар. Мені халық мені сағынған шынымен. Қараш, шапалағын қарамын. Міне айғайлай, тысқырат, кәдімгідей сағынғаны көрініп тұрды. Сен не керегің бар сенің? Мені де көрейді, мені қалай сағынғанын. Нағасын көргенді? Мені қалай сағыныңдар? Ой, мынау енді естеді. Ой, мынау. Жаман мақтан шапқын. Мақтанбасың жүре алмайсың. Енді нағашыларымызға тартқанбыз. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Бәрекелді, Марат Көккөзовке бір құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мен нағашым Асылбек Боранбай. Рахмет. Иә, қайда болдыңыз? Ай, нағашеке, жалпы бүгін осы Асқардың кешіне асығып келдім. Ойфырмай. Жер бетін бәрін аралап келдім. Ойфырмай. Былай қарасам, жер бетіндегі бәрі қазақтар екен. Шынымен де? Арқаталар бәрі қазақ екен. Мен саған айтайын, мына Бразилия деген жер бар ғой. Бразилия деген жер. Ол қазақтардың ашқан жері, міне қазір қол соғаттары. Қоянды ол. Енді ол Бразилия біздің қазаққа, біздің Қазақстанға түк те қатысы жоқ. Жоқ, Нарынқолдан бір-екі семья барған, Қаскелеңнен бір-екі семья барған, Жолшыбай Қарағандыдан кетіп қалғандар бар. Сол жерді ашқаннан кейін, ай, біраз ел болдық-ау деді, біраз елің Бразилия болып кеткен. Мәссаған. Сені оны қойшы, мына Аргентина деген жер бар ғой, Аргентина. Ол Аргентина орта жүзде шыққан арғындардың жері екен ал керек болса. Өй, шынымен ба? Арғын, артынан тина болып кеткен. Мәссаған. Сен оны айтасың, бүкіл жер бетіндегі танайтын жұлдыздар бар ғой. 60 жылдар шыққан Beatles деген группа бар. Иә, ағылшындардың ана Beatles деген группасы бар ғой. Олар енді ағылшын, қазаққа ешқандай. Ағылшын емес, нағашеке, ағылшын емес. Олар да қазақтар. Сол ағылшынға барған. Оның группасы Beatles емес оның. Енді қандай? Beatles деген группа. Beatles. Кейін Beatles болып кеткен. Олар да қазақ па сонда? Олар да қазақтар. Олардың жаңағы әндерді, мысалы, жер беті бәрі. Ол қазақтың халық әні. Қалай? Қазақтың халық әні. Yesterday деген ән, ол ағылшын әні. Жоқ, ол қазақша былай болған. Естідім, дауысыңды естідім. Мәссаған. Вот міне. Ол шапалақ ағай. Міне көрдің ғой. Қандай керемет жаңалық мынау, өте дұрыс. Мен оны қойшы. Ал. Нағашеке, оны қойшы. Адамды қойшы. Тіпті мынау Северный ледовитый океан деген бар ғой. Мұз. Сол жерде жүрген пингвиндер бар ғой, пингвиндер. Вот солардың арғы 7-ші атасы қазақ. Вот олар точно қазақ. Жаңағыларын білмедім, бірақ жаңағы ана пингвин бар ғой, точно қазақ. Мен өзім ойлап жүрдім, осы бір қазаққа бір жерлер келеді деп. Действительно, қарасам бар ғой, тұрған тұрыстары, анау же Антарктида тұрады ғой, бәрі көчек, 100-100-ге бөлінген сияқты болып тұрады да. Үй тұрыстарының өзі бір қолды артқа салып алған. Концертке асықпайтын қалып бүйтіп жүреді ғой жағында. Вот действительно қазақ біздің бұлар. Дуғол, шабала қадірларға. Ал енді өзің ойлайсың, шынымен де бар ғой, негізі бар ғой, дүние жүзінде бар ғой, біздің қазақтар жайлы болған. Өте дұрыс. Мысалы, Албания деген мемлекет бар. Албания деген мемлекетте өзіміздің Нарынкөлские албандар тұрады. Әне, албандар бар онда жерде. Словения деген мемлекетте суандар бар. Дания деген мемлекетте дулаттар тұрады. Дулаттар бар екен. Уругвайда уақтар тұрады. Уругвайда? Кореяда өзіміздің керейлер тұрады. Мен саған айтайын, Германияда өзіміздің қазақтың жері. Германияда Конрад деген жер бар. Ол жерде өзіміздің Чимкенский қоңыраттар қаптап жүреді. Бар ма қоңырат? Шабалақ. Көрдің ба? Көп біздің көрдің. Вьетнамда өзіміздің жер. Вьетнам мен. Жоқ, енді былай сен тыңда. Вьетнам кезінде бір қазақтың баласы бетіне нан жауып алып ұйықтайды екен да. Соны апасы нан деп мазақтай берген ғой, кейін Вьетнам болып кеткен. Вьетнам болып кеткен, е? Қазақ деген мықты қалыппыз ғой негізі. Қазақ деген мықты қалыппыз. Қазаққа бір дуғол шапалақ болсын. Нағашеке, жалпы деген қазақ деген біз мықты қалыппыз. Қазақ деген біз мықты қалыппыз. Қазақтың етін айтшы. Ой, шіркін айтшы. Қазақтың сарпасы. Тем более мынадай қыста қазір ет. Біздің жалпы негізі мынау талай жерге барып жүрміз, талай мемлекетке бардық, талай елді аралап жүрміз, бірақ біздің қазақтар сияқты етті жейтін бірде-бір халықты көргенім жоқ, шын айтамын. Біздің әр жерде бар ғой, етті әрқалай жейді ғой. Мысалға Көкшетау жақта еттің жеген тіпті бөлек.
Көкшетаудың етіне еш нәрсе жетпейді. Бір қазан, бір кәдімгідей бір тайды сойып жібереді. Дәу астауға, қазақ астауғынан бір алып келеді, алдыңа қоя салады. Дәу алдыңда тау болып тұрады. Қамырын таба алмайсың да оны. Қолыңды салып жүріп, әйтеуір зорға деп бүйтіп жүріп, бір екі қамырды аласың. Ал мынау Атырау жақта, о жақта ет қоймайды, о жақта балық. Икрасымен. Қызыл балық кәдімгідей. Қызыл балық, көк балық, жасыл балық бәрі-бәрі жерде. Бір депутат келіп қалса, ұялғаннан дельфин алып келеді ғой олар деген. Дельфин? Құда келетін болса, кит сойып жібереді жерде. Кит кәдімгі. Ал мынау Шымкент жақтың ет жеген тіпті бөлек қоянды. Ой, Шымкентке ет жеудің біздің алдына түсе алмаймыз некен. Шымкенттің ет жегені бөлек. Олар қонаққа бара қалсаң, мысалға құдалыққа бара қалдың дейікші. Құдалыққа бара қалдың, олар деген еттің өзін әдемі қылып алып келеді ғой. Олар бар ғой, андай кәдімгідей мынандай бір күшті, бір андай бір астаумен палау алып келеді. Палау тау болып тұрады. Тау бүйтіп әдемі болып тұрады да, етін қоймайды басында. Етті кәдімгідей майдалап турайды. Майдалап турайды. Турайды да жаңағы дәу таудың үстіне, палаудың үстіне 4 көсек етті шок өткізеді дейді. 4 көсек? Но зато әдемі көрінеді да анау. Жо ет аямайды, ет салады ғой, просто анау әдемі болып та 4. 10 құлақ болсаң 20 көз ана етті тұрады ғой. Бірден алып жеуге болмайды оны. Шұқылап жеуің керек олар. Бүйтіп қазып жеген кезде ана ет өзінен өзі түк-түк пақ еткізеді. Шақ еткізіп аузыңа пақ еткізесіз. Шымкентке бір туғол жабыла құрайықшы. Мықты ғой. Қарның ашып кетті-ау деме, тұрмыз көріп кетті. Сауымның басы болып жатыр деп жатқан сияқты. Біздің ауылдың адамдары күшті ғой. Өткенде мен кетіп бара жатсам, бір бала бір молдадан сұрап жатыр. Молдака, ассалаумағалейкум. Мынау қазақша сөйлеген кезде арасына бір орысша сөз қосып жіберсе күнә болмай ма дейді. Сөйтсем молда айтады, точнысын білмедім, по-моему, күнә болмайды шығар деп айтады. Қазақтың әзілдері қандай, иә? Қазақтың әзілдері мықты. Мынау мен саған айтайын. Мынау қазақтың келіндері қандай? Келіндердің өзінің дәстүрі қандай? Ата-бабалардың заңдары қалай? Мынау оңтүстіктің келіндері орамалдап, камзол киіп, ұзын көйлек, күшті ғой. Сол оңтүстіктің келіндері бүйтіп сәлем етеді. Қайда қалып қалсаңыз, олар бүйтеді. Оңтүстіктің келіндері бүйтеді. Әдемі? Әдемі, кәдімгі асықпай, түспай. Ал енді менің жаңа туған жер Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстан. Ол кішкене енді қандары басқалау оныкі, біздің қандарымыз. Біздер тез сөйлейміз. Тез сөйлейміз. Түсінеді ар жағын. Өзі бір-бірін түсінеді? Түсінеді. Ар жағын, ұя, дейді. О жақтың келіндері, сондай да олар, о жақтың келіндері сәлемденеді былай. Олар жай жүрмейді олар. Тез жүреді. Сән беріп кетіп қала береді. Көрдің ба? Жаң кеткізеді, бүйтіп. Болды, уақыт жоқ ол. Уақыт жоқты барға кетіп қала береді, бүйтіп. Балдарды тәрбиелеп сонда. Тамаша. Өте керемет екен, өте керемет. Ал келіндерді айтшы, келіндерді. Біздің келіндеріміз айтады ғой, ең сұлу келіншек осы өмірде екі қабат келіншек дейді. Біздің қазақтың келіншектері. Қазақтың келіншектері күшті ғой, етті алып келіп әдемі береді ғой алдыңа, бүйтіп алып келіп әдемі береді да. Артын теу жүреді ғой, артынан любой адам келсе, теу жүреді. Любой вақыт. Главный бет әдемі болып тұр ғой, бет тұр ғой әдемі ғой, бәрі тамаша ғой. Біздің қазаққа жетпейді ғой. Қазаққа бір ду ол шабалақ болсын. Мен саған айтайын Нағашеке. Жалпы біз қазақ деген мықты халықпыз. Біздің Қазақстан деген жеріміз Алла тағаланың берген жері. Ой, Аллаға шүкір. Мына Қазақстанның әрбір облысы өзінше астана. Точно. Құдайға шүкір, қазір Қазақстан деген мемлекетті бүкіл әлем танитын болды. Бүкіл әлем санасатын болды. Қазір біздің дамығанымыз соншалық әрбір облыстың өзі бір астана болатындай жағдайға жетеді. Мысалға, Көкшетау сұлулықтың астанасы. Бұлай келесіз өзіміздің астана, өзіміздің ел ордамыз, Қазақстан Республикасының астанасы. Қандай кереметі? Бұлай келесіз Қарағанды, көмірдің астанасы. Бұлай келесіз Жезқазған, мыстың астанасы, алтынның астанасы. Бұлай келесіз өзіміздің Алматы, жер жанаты жетісу, оңтүстік астанамыз. Бұлай барасыз Тараз, көне тарихи астанамыз. Арғарай барасыз Шымкент, Ақмақта ақ-алтынның астанасы. Арғарай барасыз Түркістан, өзіміздің рухани астанамыз. Ар жағында Қызылорда, ақ маржан, ақ күріштің астанасы. Ар жағында Аральский Эмираты. Нағашеке айтады, Қызылордадан кейін Арал, Аральский море, теңіз. Дұрыс қой, кезінде теңіз барда ол жерде Аральский море дейтін. Қазір теңіз жоқ, ол жерде мұнай шығып жатыр. Аральский Эмираты болды қазір, Құдайға шүкір. Ду ол шабалақ. Көрдің ба қандай керемет болды. Нағашеке ары қарай мен айтайыншы.
ары қарай мен айтайыншы. Ары қарай батыс Қазақстан. Түх. Батыстың адамдары аз ба дейм, Бұл жерде Нарынқол ғой бәрі. Жоқ, енді батыста құдалар бар шығар мүмкін. Иә, хотя Орал. Европадан Азияға, Азиядан Европаға кіретін қасиетті қақпа. Түх, шіркін-ай. Былай келесіз. Атырау. Атырау. Қазақстан Республикасының мұнай астанасы. Мұнай. Дұрыс. Ары қарай. Одан былай кетесіз. Былай. Киелі Маңғыстау. Киелі Маңғыстау. 362 км жатқан жер. Қазақстан Республикасының теңіз бен флоттың астанасы. Ах, шіркін-ай. Ары қарай. Одан былай келесіз. Былай. Ақтөбе. Ақтөбе. Менің туған жерім. Бұл жер Нарынқол. Айта бер, ары қарай кете бер. Ақтөбе. Ақтөбе. Ақтың астанасы. Ненің астанасы? Ақ. Кефир шығара ма не? Жоқ, о жерде арақ заводының 5 заводы бар о жерде. Ақтөбе арақтың астанасы. Туғол, шапалақ. Жалпы қазақтың бір мықтысы қазақты. Бұлай оқсаң да қазақ, бұлай оқсаң да қазақ. Қазақ неге қазақ? Өйткені қазақ, Африкада да қазақ. Туғол, шапалақ. Я бүгін мінекей біздің Асқар ағамыздың шығармашылық кеші болып жатыр екен, сондықтан да бұл орындалған шығарма да Асқар ағамыздікі, сондықтан да Асқар ағамызды біз өте жақсы сыйлаймыз, құрметтейміз, қадірлейміз. Біз білетін, біз бағалай білетін автор ретінде сыйлаймыз, тамаша актер ретінде сыйлаймыз, керемет режиссер ретінде сыйлаймыз. Сондықтан да 8 қырлы, бір сырлы Асқар ағамызға құрмет, қошемет болсын, қадірлі ағайындар. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, Қазақстан жасай берсін. Музыка. Шапалақ. Атта. Қайда жүрсең атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі қимай оны, ұясына батады екен. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Айларымнан сипап өскен самалдым, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі қимай оны, ұясына батады екен. Қайда жүрсең атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі қимай оны, ұясына, ұясына, ұясына